Тәрбие мен білім егіз ұғым, екеуінің де таразысы тең болу керек. Баланың үлгілі, тәрбиелі, сауатты болуы ең алдымен ата-анаға, одан кейін білім берген ұстаздарға байланысты. Сонымен бірге адами құндылықтардың қалыптасуына діни сауаттылықтың тигізер пайдасы да орасан. Қоғамның маңызды саласы болғандықтан кез келген адамның діннен хабардар болған дұрыс. Қазіргі дамыған заманда діни көзге көрінбейтін шабуылдар мен түрлі секталардың көбейгені хақ. Осы мақсатта елдің түкпір-түкпірінде теріс ағымның жетегіне еріп кетпеу үшін халық арасында ақпараттық діни ағарту жұмыстары қарқынды түрде жүргізіп келеді. Нұрсұлтан қаласында бұл шарадан кем емес, жастар санасын оламас үшін саналуан жұмыс қолға алынды. Бұл майданға психологтар, теологтар мен дін өкілдері тартылған. Басқарма жұмысының негізгі бағыты конфессияаралық, дінаралық келісімді сақтау, теріс идеологияның таралуына жол бермеу және халық арасында дін сауаттылығын арттыру. Жылдың басынан бастап 50-ге жуық кездесу өткізілді. Одан кейін карантиндік режимге байланысты біз бұл ақпараттық түсіндіру жұмыстарын онлайн форматта өткізіп жатырмыз. Қазіргі таңда 80-ге жуық онлайн дәрістер өткізілді. Шамамен 16 мыңға жуық адамды қамтыды. Яғни бұл ақпараттық түсіндіру тобының жұмысында ең алдымен біздің мемлекеттің дін саясатын түсіндіру, одан кейін ұлттық құндылықтар, қазақстандық қоғамның дәстүрлі құндылықтары сияқты түсініктерді дәріптеу болып табылады. Яғни басты мақсаты халықтың арасында деструктивті теріс діни ағым идеологиясына иммунитет қалыптастыру, сол идеологияның таралуының алдын алу болып табылады. Теріс ағымға ең көп түсетін жастар, сондықтан да қалалық дін істері жөніндегі басқарма мектептерде, колледждерде, жоғары оқу орындарында және де мемлекеттік ұйымдарда түсіндіру жұмыстарын жиі ұйымдастырып тұрады. Тыңдаушыларға діни ақпарат қана емес, Қазақстан Республикасының заңдары, мемлекеттік бағдарламалар да түсіндіріледі дейді басқарма өкілі. Жалпы мына ақпараттық түсіндіру тобының мақсаты сол жаңағы мемлекеттік бағдарлама бар ғой, діни экстремизм мен терроризмнің таралуын болдырма бойынша мемлекеттік бағдарлама бар. Барлығымыз сол бағдарлама бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни бірінші осы ақпараттық түсіндіру тобы сол осы жаңа діни экстремизм деген түсініктің болдырмау үшін өткізіледі. Одан бөлек біз жекелеген кездесулер өткіземіз азаматтармен. Бізде дін мәселелерін зерттеу орталығы бар. Сол жерде де психологтар, теологтар жұмыс жасайды. Ол жерде де жаңағы кездесулер ұйымдастырады. Бұл жұмыстардың барлығы сол діни экстремизмнің таралуын болдырмау болып табылады. Діни сауаттылықты арттыру мақсатында барлық білім беру мекемелерінде дін тану пәні жүргізіледі. Білімін әрі қарай дамытқысы келетіндерге жол ашық. Қазіргі таңда Астанада ерлер мен әйелдерге арналған діни ағарту мекемелері жұмыс істеп келеді. Бұл колледжде бүгінгі күнде 102 бала оқиды. Мұнда енді Қазақстанның елорда болғаннан кейін сосын медреселердің ішінде Қазақстан бойынша осы елордаға келіп оқимын дейтіндер көп болады. Кәдімгі қабылдау емтихандарында кәдімгідей таңдап алуға керемет мүмкіндік бар. Яғни оқу орнында білімді, білікті мамандар қызмет жасайды. Біз білім беретін мамандарымызды осында ұстаз деп атаймыз, ал оқушыларымызды студент дейміз. Мұнда 2 жыл 10 ай білім алады. Мұны бітірген азаматтар исламтану мамандығын, имам хатиб біліктілігін алып шығады. Бұны алға бітірген азаматтарымыз орта буын маман ретінде нелерде, мешіттерде, осы муфтияттың жаңағыда әртүрлі мекемелерінде қызмет жасай алады. Мұнан бөлек бұл жердегі бітірген азаматтар араб тілін жақсы меңгеріп шығады. Сосын діни сараптама жүргізуге таптырмайтын мамандар болып табылады. Қазір бүгінгі күнде жастардың көбісі жаңағыдай дұрыс Құранды аяттарын талқыламағандықтан, хадистерді дұрыс түсінбегендіктен мына адасушылыққа бару жағдайлары орын алды, өкінішке орай. Ал біздегі мамандар осы бағытта жаңағыдай аяттарды дұрыс талқылау, хадистерді дұрыс түсіну, соны түсіндіру жұмыстары бойынша білім алады. Алла Тағала сол қызметімізге қарап, ықыласымызға қарап, жеміс береді. Мүмкін бүгін емес шығар. Мүмкін ертең шығар.
Баубек Қалдыбай Астана атты медресе колледжінің соңғы курсында оқып жатыр. Ол діни сауатын жетілдіріп, ғылыми бағытта шыңдалу үшін Қызылорда облысынан келген. Енді ол медреседен біздер нені үйрендік? Пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, хадисінде ілім алу ол әрбір мұсылман ер мен әйелге парыз дейді. Және де тал бесіктен жер бесікке дейін ілім ал дейді. Осы хадистерге амал ете отыра, біз ілім алу үшін екі дүниемізге де жетерліктей қайырлы болған ілімді алу үшін келдік. Және әрине бұл медреседегі 3 жыл іліміміз бұл бүкіл өмірімізге жетеді, бізге жеткілікті деген сөзіміз. Өйткені бүкіл ілімді бұл 3 жылда алып шыға алмаймыз десе де, баға жетпес құнды, ешқандай бір құнды дүниеге айырбастамайтын сондай бір бағалы ілімді алдық деп ойлаймын. Бұл жердегі ұстаздарымыздың, директорымыз тағы да басқа жаңа осы жерде жүрген бүкіл қызметші ұстаздардың өте тәжірибелі ілімді сол кісілердің берген тәлім тәрбиесін біз бойымызға сіңіре алдық деп ойлаймын. Бүгінгі күні Қазақстанда дінаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және экстремизм мен терроризм күрделі мәселеге айналған. Бұл бағытта әртүрлі пікір қалыптасып үлгерген. Кез келген қоғамда, соның ішінде бізде діннің маңызы ерекше екенін және жастар өмірінде оның белгілі орны бар екенін ескеру маңызды. Бүгінгі күні мейірімділік пен татулық моральдық нормаларына жауап беретін дұрыс бағытты діни ағымдарды танып, айыра білу қажет. Өйткені жастарға тоталитарлық секталар үлкен қауіп төндіруде. Адамнан қолы асқан ба дерсің. Осы өтпелі кезеңде дәстүрлі емес дін өкілдері пайдаланғысы келеді. Басын айналдырып, теріс пиғылды ойларын санасына сіңіріп, басқа бағытқа бұрып, теріс жолға салатын айлакерлер де бар. Дін мәселелерін зерттеу орталығы абайсызда от басып, тағдыр тауқыметіне түскен жандарға тиісті көмек берумен айналысады. Жат діни ағымдарға бой ұрған, яғни санасы радикалданған, немесе радикалданудың қаупі бар болған тұлғалармен, яғни ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Бұл жердегі мақсат сондай бір қауіптілік деңгейде тұрған тұлғаларға психологиялық тұрғыда олардың санасын ол бағыттардан арылу үшін көмектесу, ал теологиялық тұрғыда діни канондарды дәстүрімізге, ғұрпымызға сәйкестендіре отырып түсіндіріп жеткізу негізгі мақсат болып табылады. Одан кейін діни ағарту жұмыстарын кезінде айта кететін тағы бір мәселе, қазіргі мынау ақпарат желілері, интернет ресурстарын пайдалануда көптеген проблемалар туындап жатады. Өйткені біз бірнеше мынау жұмыс барысында фактілерге кездестік. Үйде отырған жаңа өтпелі кезеңдегі жас бала, немесе қыз бала болсын, бойжеткен болсын, осы діни ақпаратты алу үшін интернет желілеріне жүгініп жатады. Соның салдарынан діни ағартушылыққа бой алдырам, яғни діни сауаттанам деген бір ойды қанағаттандыру мақсатында жасалған әрекеті, әлгінде мен айтып өткендей бір дұрыс бағытты жаңағы ақпараттарды қамти алмаса, ол керісінше адамға зиян беруі мүмкін. Әрине бұл жерде біз айтқымыз келіп тұрған, яғни діни ағартушылықта бір радикалдық сипат бар деп айтпаймыз, бірақ діни ағартушылық, діни сауаттану барысында адам дұрыс таңдау жасау білу керек. Ал егер де дұрыс таңдау жасай алмаған кезде, яғни радикалдық бағыттағы, деструктивтік бағыттағы интернет желісіндегі ақпараттарға кезігетін болса, кез келген сананың радикалдану қауіптілігі өте жоғары. Сондықтан да біз мынау көбіне халықтармен, жұртшылықпен, жастармен, әртүрлі еңбек ұжымдарымен кездесулер өткіземіз осы бағыттарда. Яғни мемлекеттің дін саласындағы саясатын түсіндіру, діни сауаттылыққа тұрақтылық арқылы қол жеткізу, радикалды деструктивтік ұйымдардың алдын алу бағытында сақтану деген секілді жалпылама ақпараттық түсіндіру жұмыстарында жүргізіп жатамыз. Дінді бұрмалайтындардың көбейгендігі көпшілік ортада үрей туғызатыны сөзсіз. Діни мәселелерді зерттеу орталығы осы бағытта үздіксіз әлеуметтік жұмыстар жүргізіп келеді. Діни экстремизм, терроризм, радикализмнің құрбаны болған. Сондай-ақ Сирияға басқа өмір іздеп барғандардың санасын жаңғыруға үлкен үлес қосып жүр. Білікті теолог Жандәулет Сүлейменовтің айтуынша 14-29 жас аралығындағы жастар жат ағымның жетегіне ергіш келеді екен. Мынау Сирия аймағынан келген таяу шығыстан жусан операциясы жүргізілді. Өткен жылы есімізде осы бағытта келген елордалық біздің азаматшаларымыз да бар, азаматтарымыз. Оларды әлеуметтік қоғамға бейімдеу, олардың діни сауаттылығын көтеру, олардың мемлекетке деген, қоғамға деген пікірлерін бейтарап күйге келтіру. Бейтарап күй дегеніміз агрессиялық мінез құлықтан арылту. Яғни отанды сүйетін, бұл мемлекетте дін ұстануға ешқандай бір кедергінің жоқ екендігін
бұл мемлекетте ар-намыс бостандығына, діни сенім бостандығына ешқандай бір шектеудің жоқ екендігін түсіндіре отырып, соны қоғамға бір қауіпсіз, яғни бір тұлға ретінде қалыптастыру. Әрине бір ашық бір олардан келіп тұрған қауіптілік жоқ дей тұрғанмен де біз өзіміздің қызметіміздің бағытында осы аяда ақпараттық үлкен түсіндіру жұмыстарын өткізіп отырамыз. Яғни қысқасы бұларға қатысты тұрақты біздің дәрістер, сабақтарымыз бар теологиялық тұрғыда. Бұл жерде біз діннің негіздерін түсіндіреміз, одан кейін діннің негізгі қайнар көздері Құран және хадисті түсіну тәсілдері бар, оны түсіндіру әдістері бар, яғни ғылыми тұрғыда кейбір мәселелерді ашып түсіндіруге керек болады осындай кездерде. Сол себептен осы бағыттарда біз арнайы түсіндіру жұмыстарымызды теологиялық тұрғыда жұмыс жасап келе жатырмыз. Сонымен қатар психологтарымыз жаңа айтып өткенде әлгіндей психологтар ол келген жаңағы адамдарға, сол бағыттағы жаңағы жусан операция бойынша келген әйел азаматшаларға психологиялық тұрғыда бала тәрбиесі, сананың психологиялық ерекшеліктері, күйзелістен арылу, қоғамдық өмірде тап болған жаңағы мәселелерден шығу жолдары деген секілді психологиялық өзіміздің жаңа қолдау бағытында жұмыстарымызды жүргізіп келе жатырмыз. Интернет ресурстар мен кітаптар арқылы жастарды алдап арбаушылар көбейді. Оның алдын алудың бір жолы балалардың оқып жүрген оқулықтарын ата-аналары бақылауы керек. Ең қауіпті аймақ, қауіпті өріс ол интернет желісі осы біздің жастарымыз үшін. Сондықтан да біз айтқымыз келеді, ата-аналарға, әсіресе үлкен азаматтарға бауырларыңыздың, інілеріңіздің, қарындастарыңыздың, сіңлілеріңіздің немесе балаларыңыздың әлеуметтік желіде, интернет желілерінде отырған кезде қандай желіде отыр, кімдермен араласады ол желілерде, қандай ақпараттарды сіңіріп отыр деген мәселелерді біз шамалы бір жауапкершілікпен қарауға шақырамыз. Өйткені сәл жастарымызды біз босаңсытып, интернет желісінде қаптаған миллиондаған ақпарат көздерінің осындай жаңағы радикалдық бағыттағының біреуі сіздің балаңызға кезікпейтініне біз кепілдік бере алмаймыз. Сондықтан да осындай мәселелерді барынша сақтықпен, жауапкершілікпен ата-аналар да бір сезініп қараса деген ұсынысымыз бар. Жусан операциясымен елге оралған және орталықтың көмек алып жатқан әйелдерді қоғамға бейімдеу және жұмыспен қамту мақсатында тігін цехы іске қосылған. Бүгінгі таңда 10 адам жұмыспен қамтылған. Пандемия кезінде олар мекемелерге және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға бетперде тігіп тегін таратып жүр. Қазіргі таңда елордада 54 діни бірлестік, 30 түрлі діни орталықтар жұмыс істейді. Бұлардың бәрімен тұрақты байланыс орнатылған. Жастарға діни ағарту жүргізу және дұрыс бағыт беру дәстүрлі мешіттерде де қолға алынған. Жалпы мешіттеріміздегі діни ағартушылық өзінің орында, өзінің деңгейінде, бірақ өкінішке орай қазір мына төтенше жағдай бүкіл жалпы Қазақстанда емес бүкіл әлемде үлкен сынақ болғаннан кейін біз қазір барынша онлайн арқылы, яғни Инстаграм арқылы және де әлеуметтік желі, WhatsApp желілері арқылы біздің шәкірттерімізге сабақтарымызды тоқтатпауға тырысып жатырмыз. Біз бір нәрсені ажыратып алуымыз керек, ол шақырып жатқан адамның бәрі немесе уағызшының бәрі дұрыс бағытта деп айта алмаймыз. Өйткені халықтың психологиясына әсер етудің бір оңай жолы бұл дін арқылы. Көптеген жат ағымдар өздерінің идеологияларына осы дін арқылы тықпалап жатқаны жасырын емес. Сондықтан имандылықты үйренем, дінді бір терең зерттегім келеді деген әрбір адам жалпы діни басқарманың мақұлдаған, рұқсат берген кітаптары болады. Қазақстан мұсылман діни басқармасы тарапынан мақұлданған үлкен ғұламаларымыз бар, ұстаздарымыз бар, имамдарымыз бар. Солар тарапынан жазылған кітаптарды мақұлдаған әдебиеттерді оқуға кеңес береміз. Бірлік болмай тірлік болмас. Айтылған мәселелердің алдын алу үшін жұдырықтай жұмылып, ілім мен білімді жеткізіп, жастардың көзін ашу керек, көкірегін ояту қажет. Ал бұл жағдайда тек дін мамандары ғана емес, еліміздің әрбір азаматы үлес қосуға міндетті. Қазақ елінің ғана емес, бүкіл әлемнің негізгі проблемасына айналған діни экстремизм мен терроризмге тұсау салу әрбіріміздің борышымыз.